Барлығы көрініп естіліп тұр екен, байланысты орнаттық. NF37 Ерасыл, сәлем, көріп отырмын. Так, бағана Ақботашка тоже жазды. Сәлем, Маралды отыр екен. Тамаша, 22 адам онлайн отыр екен. Ендеше біз сабағымызды бастайық. Мына жердегі не нәрселер? Мына суреттерді кім қойды? Сендер қойдыңдар ма? Мына не дейді? УБТ Академиясы физика, Инстаграм, бұл не? УБТ Академиясы физика, бұл не? Бұл ТикТок. УБТ Академиясы физика группа, бұл не? Мынау не суреттер? Қыздар? Неважно, білмеймін не екенін, кім қойғанын да түсінбеймін. Ендеше біз сабағымызды бастайық. Сағат қазір Астана уақытымен 20 болыпты. Ұйықтап қалмай тұрып, сабағымызды бастаймыз. Ендеше бірінші сұрақ кеттік. Массасы 890 грамм мыс білеушені толығымен суға батырылған осы білеушіге әсер ететін Архимед күшін анықтаңыз. Есетін берілген жазып алайық. Массасы 890 граммды 1 килограммға айналдырып жібереміз. 890 көбейту 10-ның -3 дәрежесіндегі килограмм. Мыс білеушені толығымен суға батырған, содан кейін барып, оған әсер ететін Архимед күшін табу керек. Ендеше Архимед осы уақытқа дейінгі менің жүргізген мастер-класстарыма кім қатысты? Ол жерде не жасап едік? Кімнің есінде осы уақытқа дейін 2021 жылғы осы сендер түлектерге жасаған мастер-класстарда біз тақырып бойынша жұмыс жасағанбыз, иә? Оның ішінде біз сендермен кинематиканы анықтадық, динамиканы анықтадық, жұмыс қуат энергияны деген тақырыпты өттім. Одан кейін тағы да қандай тақырыптарды өтіп едік? Архимед күшін өткен болатынбыз, масса, көлем, тығыздық деп бөліп қарастырған болатынбыз. Күштерді өттік, дұрыс айтасыңыз. Ендеше бүгін бізге қиын болады деп ойламаймын, тақырыптарды білгендіктен. Ендеше Архимед күшінің негізгі теңдеуі ол сұйықтыққа батырылған дененің жаңағы сұйықтықтың тығыздығы көбейту еркін сөйлеу және дененің батқан бөлігінің көлемі. Біздің денеміз толығымен батқан. Ендеше біз мына теңдеуді ары қарай жалғастырып жейік. Сұйықтықтың тығыздығы көбейтілген дененің көлемі, бірақ оның көлемі жоқ болғандықтан бізде бар оның массасы және мыстың тығыздығы 8900 килограмм. Ендеше көлемді анықтау үшін біз массаны тығыздыққа бөлуіміз керек. Соңғы теңдеу осындай түрде болады. Сонда Архимед күшін анықтау үшін судың тығыздығы бізде 10-3 дәрежесі, көбейту еркін сөйлеу 10 және массасының орнына 890 көбейту 10-ның -3 дәрежесіндегі килограмм бөлу тығыздығының орнына 8900-ді қойып жіберейік. Мінекей. Енді барып шандамыз керек, иә? Мына жерде қараңдар, алымында 2 нөл бар екен, бөлімінде де 2 нөл бар, алып тастайық. 89 бен мына 89-ды алып тастайық. Мына 10-3 дәрежесі, мына -3 дәрежемен кет қалады екен де, қалатыны бізде 1 ньютонның өзі. Ондай жауап бізде қуанышқа орай бар, ол Б нұсқасында орналасқан. Бірінші сұрақ осымен тәмам. Келесі екінші сұраққа назар аударамыз. Дыбыстың биіктігін сипаттайтын физикалық шама қандай? Дыбыстың биіктігі. Қаттылығы ол амплитуда еді, биіктігі ол жиілік болу керек, иә? Дыбыстың биіктігін анықтайтын физикалық шама ол бізде оның жиілігі болып табылады. Герц. Келесі. Үшіншіге, ұзындығы 8 сантиметр, иінге әсер етуші күш 15 ньютон болса, онда күш моменті қандай болады? Ендеше 8 сантиметр иін дегенді біз D деген әріппен белгілейтін едік, бұл статика екен. 8 сантиметрді айналдырамыз, ол 8 көбейту 10-ның -2 дәрежесіндегі метр. Және осы иінге әсер ететін күштің шамасы 15 ньютонды құрайтын болса, онда күштің моменті қандай болады? Күш моментін анықтау үшін әсер етуші күшті көбейтуіміз керек D иінге. Ендеше әсер етуші күшіміздің шамасы 15, көбейтеміз, иінге ол 8 көбейту 10-ның -2 дәрежесі. Сонда 15-ті 8-ге көбейтеміз, 8 бесім 40, 0 түсіп 4 ойда, 8 бірім 8, ендеше 12, 120 көбейту 10-ның -2 дәрежесі, және ол ары қарай тең болады. Үтірді солға қарай 2 орынға қайырып жіберейік. 1 орын, 2 орын қалатыны 1,2 ньютон көбейту метр болады екен. Соңғы жауабы 1,2 ньютон метр деген жауап Б нұсқасында орналасқан. Келесі, соңына дейін қалуға тырысайық, себебі алғашқы сұрақтары қарапайым болу керек. Менің білуімше, ортасына қарай 10 мен 20 сұрақтардың арасы қызық болу керек. Төртінші сұрақ, 20 Цельсий градус температурада алынған, массасы 200 грамм мыстан жасалған бұйымға 38 килоджоуль жылу мөлшерін берді. Сонда оның температурасы артты, және соңғы температурасы қандай болады, егер мыстың меншікті жылу сыйымдылығы белгілі болса? Ендеше жалпы кез келген бір денені қыздыру үшін сырттан қажетті энергияны тап десе, біз С, М, дельта, Т деп жауап береді екенбіз. Ендеше біз бірінші мыстың температурасы қаншаға артты, насколько, қаншаға дельтасын тауып алайық, температурасының. Ол дельтасын анықтап алу үшін біз қыздыруға кеткен энергияны бөлуіміз керек С, М-ға. Ендеше біздің беретін энергиямыз 38 килоджоуль, бірден си жүйесіне айналдырып жіберейік, ол болады 38 көбейту 10-ның 3 дәрежесіндегі джоуль. Бөлеміз, меншікті жылу сыйымдылығы си жүйесінде тұр, 380 джоуль килограмм Цельсий градус, және массасы 200 грамм. Граммды бірден килограммға айналдырып жіберейік.
Ол үшін біз оның -3 дәрежесіне көбейтеміз, немесе 1000-ға бөлеміз, қалатыны 0,2 килограмм, я? 0,2 дегеніміз сол 2-ның 10-ға қатынасы, немесе 1 бөлінген 5. Бөліміне 1 бөлінген 5 деп алатын болсам, онда 5 фчун кетіп, алымына кетіп қалады, я? Мынаны өшіріп тастаймыз. Сонда 38-ді 38-ге бөлемін, мында 10 қалды, 10-ды 5-ке бөлемін, мында 2 қалады, 1000-ды 5-ке бөлетін болсам, қалады бізде 500. Сонда температурасы 500 Цельсий градус Қ артады екен. Ендеше соңғысын қалай табамын? Егер бастапқысы 20 болса, 500 Цельсий градус Қ артатын болса, сәйкесінше екеуінің қосындысын табу керек. 500 плюс 20. Қалатыны бізде 520 Цельсий градус. Соңғы температурасы 520 болады. Бастапқысы 20, 500-ге температурасы өзгерді. Ендеше А нұсқасын біз белгілейміз. NF34, NF34. Сәлем, Ғабдул, привет. Марал, Сымбат. Сәлем. Тамаша. Ары қарай жылжы, келесі 5-ші сұрақ. Идеал газдың белгілі бір массасының көлемі. Сұрақтарың бар болса, бірден қойып отырайық, онлайн болғандықтан кішкене пайдасы көбірек болсын. Бұл запись емес, бұл онлайн сабақ, арнайы жазылып тұрған видео емес. Лала, көрдіңдер ма? Мен не айтам? Барлығы қалып қалады, я? Тау, ешкі, нан, тамақ, бәрі қалып қалды, я? Әлішер, NF сила деп жазды. Бұл онлайн, тамаша, көзіміз жетті. Ендеше идеал газдың белгілі бір массасының көлемі изотермиялық өзгерген кезде Т тең константа, изотермиялық процесс. Қандай нұсқаға білмейді екем. Қай сұрақтарды дайындап берді, сол сұрақтарды жасап жатырмын. Қазір ғана басқа жерден келдім. Қысымы 2 есе артады екен. Қысымы артты 2 есе. Оның орташа квадраттық жылдамдығы. Уалейкум салам. Орташа квадраттық жылдамдығы қалай болады, егер температура өзгермесе, қысымы 2 есе артатын болса? Жалпы идеал газ молекулалардың орташа квадраттық жылдамдығы қандай нәрселерге тәуелді? Осы сұраққа бірінші жауап беріп алайық. Орташа квадраттық жылдамдықтың мәні қандай болады? 3 еселенген К, Т бөлінген бір молекуласының массасы түбір асты, немесе 3 еселенген Р, Т бөлінген мольдік массасы. Сонда орташа квадраттық жылдамдық тура пропорционал болады түбір асты температураға. Бізде температура өзгеріп жатқан жоқ, себебі процесс изотермиялық. Қысым қалай өзгерсе, бізде бәрібір. Сондықтан өзгермейді деген жауапты белгілейді екенбіз. Енді қысым 2 есе артатын болса, көлем қалай өзгереді? Қосымша сұрақ. Изотермиялық процесс кезінде қысым 2 есе артатын болса, көлем қалай өзгереді? Кемейді, дұрыс айтасың, 2 есе, себебі олар врактар болып табылады. Графигі бізде фчун етіп гипербола бойымен жүреді, молодцы. 6-шы сұраққа назар аударайық ендеше. Идеал газдың күйінің теңдеуі қандай болады? Идеал газ күйінің теңдеуі деген сол МК деген сөз Менделеев-Клайпейрон заңы. ПВ тең Менделеев мю РТ, бұл Менделеев-Клайпейрон заңы. Қалғандар мынау МК-ты, мынау зат мөлшерінің теңдеуі, мынау П тең ро РТ бөлінген ВМ дейтін теңдеуі жоқ. Мынау 2-ның 3-ке қатынасы тоже келмейді екен ешқайсысы. Келесі 7-ге назар аударамыз. А нүктесінде орналасқан нүктелік оң зарядтың, А нүктесінде орналасқан нүктелік оң зарядтың Б нүктесіндегі өріс кернеулігі 24 киловольт метр. Б нүктесі мынау ғой, сонда ЕБ деп жазамын. Б нүктесінде қатысты тудыратын кернеулігі 24 киловольт бөлінген метр. Егер АБ БЦ-ға тең болса, АБ БЦ-ға тең болса, мына жерге тең болып тұр. АБ тең болады БЦ-ға, және оны біз R деп алып аламыз. С нүктесіндегі өрістің кернеулігі қандай болады? Мынау С нүктесіндегі кернеулікті табу керек. ЕЦ деп қояйық. Ой, сыртынан қиын болып көрініп еді. Қиын есеп деп айтып қалайын деген болмай қалды. Физика 2 курсындағы неден тақырып естерінде ма? Суперпозиция принципі деген сол ғой. Біз ол жерде геометриялық фигуралар деп неше түрлі қиын есептер шығарып жүрміз ғой. Мына жерде А тобының есебі екен. Жарайды. Ендеше белгілейік, Адан Б-ға дейінгі қашықтықты біз R деп белгілейік. Б-дан С-ға дейінгі қашықтық ол да R болады екен. Енді мынау С нүктесіне қатысты А нүктесінде орналасқан зарядтың тудыратын кернеулігінің бағыты қандай? Енді нүктелік оң заряд, бұл өздік заряд, ол электр өрісін тудырады, электр өрісін создавать етеді. Сонда ол қалай тудырады? С нүктесіне қатысты горизонталь оңға қарай, дұрыс айтасыңдар. Міне ЕЦ бағыты мынау. Сонда С нүктесіне қатысты оның тудыратын кернеулігінің шамасын жазып алайық. ЕЦ тең болады К көбейтілген Q бөлінген эпсилонды жазбаймын, орта жайлы әңгіме болмағандықтан. Арақашықтық қандай? Адан С-ға дейінгі арақашықтық АЦ деп жазып қойық. АЦ-ның шамасы менде R плюс R, яғни 2R-ға тең болып тұр. Ал бөліміне менен жазамын арақашықтықтың квадратын, сонда АЦ-ның квадратын алу керек.
ендеше 2r-ді квадраттаймын ғой. 2r-дің квадратын алатын болсақ қанша шығады? 4 еселенген r-дің квадраты қалады. Әңгіме осымен әзірге бітеді. Енді мына жерде бізде k жоқ, есептің шартында q жоқ, r да жоқ, бірақ бізге подсказывать етіп жатыр, мынау 24-тің мәнін беру арқылы, иә. Ендеше 24-ті қолдануымыз керек. А нүктесіне орналасқан заряд Б нүктесіне қатысты мынандай ЕБ деген кернеулікті тудырады екен, біз осы кернеулікті тауып алайық. Ендеше ЕБ дегеніміз ол К көбейтілген Q бөлінген, жай ғана арақашықтығы R болғандықтан R квадратқа тең болады. Бітті. Ендеше мына теңдеудегі, жоғарғы теңдеудегі KQ бөлінген R квадраттың орнына нені қоя алады екенбіз біз? Біз Б нүктесіндегі кернеулікті қоя алады екенбіз, иә? Сонда ол тең болады Б нүктесіндегі кернеулік бөлінген 4. Ендеше С нүктесіндегі кернеулік дегеніміз ол 24-тің 4-ке қатынасы болады екен. ЕБ-ның орнына 24-ті қойып жүремін ғой. Қалады 6 киловольт бөлінген метр. 6 киловольт метр дейтін жауап бар, және ол Д нұсқасында орналасқан екен. Түсінікті? Тамаша. Келесі сұраққа назар аударайық. Келесі бізде 8 екен. Бір текті магнит өрісінде қозғалып жүрген өткізгіште запись сақтала ма қазір? Я, сақталады, жүріп жатыр. Магнит өрісінде өткізгіш қозғалып жүр, сонда ода пайда болатын электр қозғаушы күші ол эпсилон 1 екен. Өткізгіштің жылдамдығы 2 есе кемейтін болса, жылдамдық кемейді 2 есе, индукцияның электр қозғаушы күші қандай болады? Ендеше біз білеміз, қандай да бір өткізгіш магнит өрісінде V деген жылдамдықпен қозғалатын болса, онда электр қозғаушы күші пайда болады, және ол қай теңдеу арқылы анықталады? Эпсилон тең B L V синус альфа. Шарт бойынша жылдамдықтың шамасы 2 есе кемейді. Электр қозғаушы күші жылдамдыққа тура пропорционал болғандықтан, электр қозғаушы күшінің шамасы да 2 есе кемейді. Ендеше соңғы электр қозғаушы күші тең болады, бастапқы электр қозғаушы күші бөлінген 2. Ал ондай жауап бізде жоқ. 1-ді 2-ке бөлетін болсақ, қалады 0,5. Сонда 0,5 эпсилон 1 болады екен соңғы жауап. 0,5 эпсилон 1 деген жауап бізде бар, және ол Б нұсқасында орналасқан. 8-ші сұрақ осымен тәмам. Біз келесі 9-ші сұраққа назар аударамыз. Толқын ұзындығы 0,5 микрометр. Толқын ұзындығы 0,5 микрометр. Айналдырамыз ба? Айналдырайық. Көбейту 10-ның минус 6 дәрежесі болады. 1 микрометрде 10-ның минус 6 дәрежесіндегі метр бар. Екінші реттік жарықтың екінші реттік дифракциялық максимумы, ретінің саны 2 екен. Екінші реттік болғандықтан К-ның орнына 2-ні қоямын. Дифракциялық максимумы қандай бұрышпен көрінеді? 30 градус бұрышпен көрінеді. Ендеше фи тең болады 30 градус. Байқалу үшін дифракциялық тордың 1 миллиметрдегі штрихтардың саны қандай болады? 1 миллиметрдегі штрихтардың саны. Ендеше 1 миллиметрдегі L тең 1 миллиметр. 1 миллиметрдегі штрихтардың саны N қандай болады? Тамаша. Ендеше біз алғашқы үш әріпті қолданайық. Мінеки. Мына алғашқы үш әріпті қолданайық. Дифракциялық тордың теңдеуін жазайық. D синус фи тең болады К лямбда. Дифракциялық тордың теңдеуі. Мына жердегі лямбда толқын ұзындығы К реті. К тең болады 2-ке. Бізде синус фи дегеніміз ол көрінетін бұрышының максимум шамасы, және D дегеніміз дифракциялық тордың периоды болып табылады. Осы жерден біз периодын тауып аламыз. D периодының өлшем бірлігі айтпақшы тағы да метрге тең болатынын ұмытпаймыз. Ендеше К лямбданы бізге бөлу керек синус фиға. Сонда D тең болады. К-ның орнына қойып жібереміз 2-ні. Көбейту лямбданың орнына 2-ден 1 деп қояды екенбіз, иә? 0,15 2-ден 1 деп жазып алайық. Көбейту 10-ның минус 6 дәрежесі, және осының барлығын бөлеміз. Синус 30 градусқа ол да 2-ден 1-ге тең. Ендеше мына 2-ден 1 мен мына 2-ден 1 қысқарып кетеді, қалатыны бізде 2 көбейту 10-ның минус 6 дәрежесіндегі метр. Біздің дифракциялық торымыздың периоды 2 микрометр екен. Бітті. Енді ары қарай D-ның не екендігін жазамыз. Дифракциялық тордың D периоды дегеніміз ол L бөлінген N. Мына жердегі L дегеніміз ол жаңағы 1 миллиметрдің өзі, N дегеніміз осы 1 миллиметрдегі штрихтардың саны. Осы штрихтардың санын іздейміз, енді қазір. Осы жерден N-ді өрнектейтін болсақ, онда ол L-дің D-ға қатынасын береді. Сонда, орын қалмай қалды ғой. Мына жерге жазайық. N тең болады. L-дің орнына 1 миллиметрді сиг жүйесіне айналдырып жіберейік. Оның минус 3 дәрежесіндегі метр болады. Бөлу. D-ны да сиг жүйесімен жазамын. 2 көбейту 10-ның минус 6 дәрежесі болады. Сонда мында метр бар, метрлер қысқа кетеді. Барлығы тамаша. Минус 6 алымына плюс 6 болып барады. 6-тан 3 тазайтатын болсам шығады 3 дәреже. 1000 бөлінген 2 қалады екен бізде 500. Сонда штрихтардың саны 1 миллиметрде 500 екен. Б нұсқасы. Келсеміз ба?
Ағай, потенциалдар айырымын дельта потенциал деп айтатындарға не дейсіз? Алдына минус таңбасын қойып жер деп айтатын едім. Потенциалдар айырымы уды айтасың ба? Дельта фи деп айтатындарға алдына минус таңбасын қойып жер деп айтатын едім. Родной, ты что-то забыл деп. Алдына минусын қояса ал деп. Біздің физика мұғалімі солай айтып жатыр. Ол жерде енді ол кісінің ойынша ол былайынан айтқан шығар сендерге. Мысалы, у дегеніміз, сен айтып отырсың, иә, дельта фи деп. Енді ол кісі былайынан айтқан шығар сендерге. У тең болады, дельта фиді ол фи 1 минус фи 2 деп ашқан шығар. Енді я заң бойынша дельта деген сөздің мағынасы ол соңғы минус бастапқы. Бірақ кейбіреуі минус таңбаны қоймас үшін ол бірден ескертіп айтады. Давайте дәл осы теңдеуге қатысты дельтаны біз соңғы минус бастапқы емес, бастапқы минус соңғы деп алып алайық деп. Мүмкін ол сондай мағынада айтқан шығар. Ол жағында ескеріп алу керек. 10-шы сұрақ. Жарық вакуумнан абсолют сыну көрсеткіші n тең 2 болатын мөлдір ортаға өтті. Жарық өтеді вакуумнен қандай да бір мөлдір ортаға. Енді жарықтың таралу жылдамдығы вакуумде максимальды, қандай да бір ортаға келген кезде ол n есе аз болады. Біздің жағдайда 2 есе. Сонда толқын ұзындығы қалай өзгереді дейді. Тамаша. Ендеше жылдамдығын анықтайтын болсақ, онда ол c бөлінген n. Сонда c бөлінген n-нің орнына мен 2-ні қоямын. Жарық вакуумнен мөлдір ортаға өткен кезде жылдамдығы v кемиді 2 есе. Ал толқын ұзындығы қалай өзгереді? 2 есе кемейді дейді. Неге? Мен келіспеймін, 2 есе кемімейді. Себебі олар подружкалар, молодец. Себебі тура пропорционалдық бойынша олайды айтуға болады, проблем жоқ, молодец. Жылдамдық 2 есе кемігендіктен толқын ұзындығы тоже 2 есе кемейді, молодцы. Себебі Нұрай отлично жиілігі тұрақты болады, мю тең болады константаға. Тамаша. 2 есе кемейді деген жауапты белгілейміз, ол д нұсқасында орналасқан. Келесі. 11. Шана қардың бойымен толық тоқтағанға дейін түзу сызықта қозғалды, және оның бастапқы жылдамдығы 2, ал үйкеліс коэффициенті 0,105 болса, шананың тоқтағанға дейін жүрген жолы қандай? Горизонталь жолдың бөлігін көрсетіп қояйық. Кейбіреу бірден шығара береді, а тең болады бюджи, аның орнына v квадрат бөлінген 2а деп бірден 2 секундтың ішінде шығарады, проблем жоқ, сөйтіп шығара алсаң, шығара берсең болады, біз пока бәрін асықпай жасаймыз. Бастапқы жылдамдығы мына жерде көрсетілген, мінекей 2 метр секундқа тең. Сонда ол толық тоқтағанға дейін жүрген жолы қандай болады? Ендеше толық тоқтағанға дейін бұл S дейтін бір жолды жүрсінде, және мына жерге келген кезде ол тоқтасын, тоқтайды, демек оның соңғы жылдамдығы 0-ге тең. Оны енгіздік. Сұрақ, ол неге тоқтайды? Оны демек біреу тоқтатты, біреу мәжбүрледі. Не мәжбүрлерді? Мынау қардың өзі мәжбүрледі. Оған үйкеліс күшімен әрекет ету арқылы, дұрыс айтасың, қозғалысқа қарама-қарсы бағытта үйкеліс күші әсер етті, және сол себепті ода кемелі қозғалыс пайда болады, жылдамдық азайып, солға қарай бағытталған үдеу пайда болды. Тамаша. Ендеше бірінші Ньютонның екінші заңынан бастайық, Ньютонның екінші заңы бойынша ода А дейтін үдеу пайда болды. Неге? Себебі үйкеліс күші әсер етті. Бірден ашып аламыз ба? М көбейту А тең болады. Үйкеліс күшін мына жағдайда не деп алам? Мю көбейтілген N ғой. Енді тіректің реакция күші неге тең болады? Біздің денемізге әсер етеді вертикальмен, вертикаль төмен қарай mg ауырлық күші, және жоғары қарай тіректің реакция күші n әсер етеді. Басқа ешқандай күш жоқ қой Y осінің бойында. Сондықтан n-нің орнына қорықпай mg-дің өзін қоя берейік. Массалар қысқа кетеді, А дегеніміз μg. Мынау Ньютонның екінші заңынан шығатын теңдеу. Келесі теңдеуіміз біз кинематикаға байланысты жазамыз. Жолдың уақытқа тәуелсіз теңдеу өте жақсы. Жолдың уақытқа тәуелсіз теңдеуін жазайық. S тең болады бастапқы жылдамдығының квадраты, соңғысы 0 алмаймын. Бөлінген 2 еселенген А. Бізден жолдың сұрап жатыр, тамаша. Сонда S тең болады. Мына жерде v0 квадратты қалдырамыз да, бөліміндегі А-ның орнына динамикадан ұрлап алған теңдеуді кіргізіп жібереміз. Мю көбейтілген G деп. Сонда мынау болады соңғы теңдеу. Ендеше есептейміз. Бастапқы жылдамдығы 2 квадраты 4, бөлінген 2, G мен 20, үйкеліс коэффициенті 5, көбейту 10-ның минус 2 дәрежесі. Ары қарай тең болады. 20 мен 4-ті қысқартамыз ба? Мында 5 қалады. 10-ның минус 2 дәрежесі алымына плюс 2 болып 100 болып барады. 100-ді бөлемін 25-ке шығады 4. Сонда толық тоқтағанға дейін жүрген жолы 4 метрді құрап тұр. 4 метр деген жауап нұсқасында орналасқан. Түсінікті?
Жаңа дауысты қоса алмай жатқан кезде мен чатта мынандай бір хаттарды көріп қалдым. 26 алып қалдым, 20 алып қалдым, 30 алып қалдым деген. Ештеңе етпейді, қыздар, жігіттер ештеңе етпейді. Бағана ғана жаңа неге NF37-ге де айтып кеткем мен ол заттардың барлығын. Біз гуманитарий емеспіз. Берілген нұсқаны 10 минуттың ішінде талдайтын гуманитарийлар берілген нұсқаны кейбіреу 5 минутта талдап тастайды. Просто сұрақты оқисың да, белгілейсің де кете бересің, бітті. Енді физматта ол басқаша есеп шығару керек. Сондықтан аз алып қалсаңдар, одан проблем болмайды. Көңіл күйлеріңді түсірмей ақ қойыңдар. Ақырын уақыт жетпейді. Я, конечно, уақыт жетпейді. Ақырын үйренесің, ештеңе етпейді. Өздеріңді сендер физматпен салыстырсаңдар болады, бірақ басқа ағылшын, тарих, биология, химия таңдайтын балалармен өздерін салыстырмаңдар. Олардың конкурстары басқа, біздің конкурс басқа. Сен 20 алсаң, примерно сенің жаныңдағы балалар 5 или 6 бал алған шығар. Сондықтан сен солармен бірге салыстырсаң дұрысырақ болады. Себебі конкурсқа біз физмат болып барамыз. Келесі. Ақырын көп шақырым. Я, по чуть-чуть арттыра бересіңдер, осылай болды. Одан бірінші қадам ғана ғой, ештеңе етпейді. 12. Белгілі бір аш биіктіктен еркін құлаған дене жермен салыстырғанда биіктігінің 1/3 бөлігіндегі жылдамдығы қандай? Суретін салайық. Белгілі бір аш биіктік мынау болсын. Еркін құлап жатыр. Курста шығарған біз осыны. Мүмкін. Қазір көрейік ал. Мына жер ашқа тең екен. Белгілі бір аш биіктіктен еркін құлаған дене бастапқы жылдамдығы 0 екендігін көрсетейік. Жермен салыстырғанда биіктігінің 1/3 бөлігі. Жермен салыстырғанда дегеніміз мына аралықты беріп тұр, я? Мына аралық 3/1 ашты беріп тұр. Демек, үстіңгі кусогы 3/2 ашты беріп тұр. Сонда 3/1 бөлігіндегі жылдамдығы қандай? Мына нүктедегі жылдамдығын сұрап жатыр ғой, в. Бітті. Қандай теңдеу жазамыз? Көрініп тұр, я? Жылдамдықтың уақытқа, ойбай. Жолдың уақытқа тәуелсіз теңдеуін жазып өтейік. Ендеше v тең болады 2g x деп алайын, түбір асты. Сондықтан соңғы жылдамдығы тең болады 2g көбейтілген x жолдың орнына нені қоямын? Мына нүктеден мына нүктеге дейін бару үшін біз қандай жол жүреді екенбіз? 3/2h дейтін жолды жүреміз. 3/2h түбірдің асты. Сонда v тең болады 2/4 түбірден шығады 2 болып, түбірдің ішінде g h қалып қалды және 3 қалып қалды бөлімінде. Мынаны белгілейік. 2gh мынау емес, мынау 2 сыртында болу керек. gh бөлінген 3, я, осы болу керек. Е нұсқасы. Түсінікті? Сіздің сабақтарыңыздан кейін прям желание ашылып кетті. Тамаша, қуаныштымын. Супер. 12 түсінікті ғой, я? Басқа балалар жазбайсыңдар ма? Ерке, NF30-да бір еще. Ақбота? Краш. Жазбай кеттің ғой. Анель, Аружан, Әлшер, Бақнажар, Бақжанар, Абдул, Дана, Ерасыл, Ернар, Ками, Марал, Нұрай, Сымбат, Айым, Мамир, Мағжан, Бикош, Қазына, Нәзерке. Нәзерке? Сен неге жазбайсың? 8-ші блок тапсырып едің ғой кеше ғана. Нұрсұлтан, Шуақ, Жания және Жұмабек, Нұрсат. Неге краш ағай? Клинок көріп жүрсіз ба? Бітір тастадым. Клинокты бітір тастадым. Күшті екен. Қысым 150 килопаскаль болған кезде баллонды толтырып тұрған көлемі 0,8 метр куб оттегінің ішкі энергиясы. Қызық. Қысым 150 килопаскаль болған кезде баллонды толтырып тұрған көлемі 0,8 метр куб болатын оттегінің ішкі энергиясы. Ойбай, ішкі энергия деген ол ғой. Нұрсұлтан, жұмыс емес, ішкі энергия ғой. Ішкі энергия, қараңдар. Мынандай бір баллон бар. Фчуң. Мынау баллон. Мына баллонның ішінде бізде оттегі бар. Осы оттегінің ішкі энергиясын табу керек, внутренняя энергия. Ішкі энергия дегеніміз не? Енді номері бірінші қателіктен бастайын, бірден. У тең болады. Мынандай формула бар. 3-тің 2-ге қатынасы μ rt. Осы формуламен шығарамыз деп айтқарың келсе, өкінішке орай олай емес. Себебі оттегі бізде
жеті элементтің ішіне кіреді, 2 атомды болатын, оның еркіндік дәрежесі 5-ке тең. Дұрыс айтасыңдар. Сонда ішкі энергияға мен 3 емес 5 алуым керек. 5-тің 2-ке қатынасындай мю РТ деп аламын. Ары қарай мю РТ ол Менделеев-Клапейрон заңы бойынша ПВ-ны береді. Енді заменаны қоя саламыз, болды. Сонда ішкі энергия дегеніміз ол 5-тің 2-ге қатынасындай ПВ болады екен. Сонда У тең 5-тің 2-ге қатынасы, қысымның орнына 150 килопаскаль дегеніміз, ол 10-ның 3 дәрежесі, В көлем 0,8, ал ақшамдайық. Қалай ақшамдаймыз? Мынау 0-ды, мынау 0-мен алып тастаймын. 8-ді бөлемін 2-ге шығады 4, 5 4-ін болады. Мында 4 қалды ғой, 5 4-ін 20 болады, мында 20. 15-ті 2-ке көбейтейік 30, мынау 15-ті 2-ке көбейтсем 30, мынау 0-мен 300 болады, көбейту оның 3 дәрежесі. 300 көбейту оның 3 дәрежесі, ол кило деген сөз, сонда 300 килоджоуль, ондай жауап Е нұсқасында орналасқан. Түсінікті? Келесі 14. Мыс сульфиті не деп сұрасаңдар мен білмеймін. Химиктер бар ма араларында? Сульфит, сульфат, натрит, хитрат, аттары көп, бірақ бізге ол қатты қажет емес, просто мыс сульфиді деп оқи бер бәрібір. Ертіндісінің электролизі барысында А жұмыс жасалады екен. Ванна электродтары арасындағы кернеу У бөлініп шыққан мыстың мөлшерін, яғни катодта бөлініп шығатын бөлшек ол мыс екен. Катодтан шығатын бөлшек ол мыс болып тұр. Осы бөлініп шыққан мыстың массасын қалай анықтау керек? К электрохимиялық эквивалент белгілі болса дейді. NF3 курсында өттік. Марал, ол жерде сандармен болатын, я? У дегеніміз 80 вольт, А дегеніміз осынша не болса, массасы қандай болады деп. Мында тура сол теңдеу, бірақ тура сол есеп, бірақ сандарсыз тек әріптермен ғана. Естеріңде ме? Мен сендерге әрқашан айтқам, сандарсыз әріптер бойынша жұмыс жасауды үйренейік деп. Міне, тамаша мысал осы есеп тұр. Ендеше электролиз заңын жазамыз. Так, КИТ формасында болады. Одан кейін барып, КИТ дегеннен кейін біз замена жасаймыз мына жердегі жұмыстан, е? А жұмыс дегеніміз ол ИУТ болсын. Электролиз заңы, электр тоғының жұмысы 2 теңдеуді жаздық, бітті. Екінші теңдеуде не істейміз? Массаны табу үшін К-ны ИТ-ға көбейту керек, ИТ-ны осы екінші теңдеуден ұрлап алайық, е? ИТ екінші теңдеуден ол А-ның О-ға қатынасын береді. Ұрлап алған ИТ-ны бірінші теңдеуге апарып қоя саламыз. Мына теңдеудегі ИТ-ның орнына апарып қоям. Сонда М дегеніміз К көбейтілген ИТ-ның орнына А бөлу М-ді апарам. ИТ дегеніміз А бөлу Т ғой. I'm sorry, мына жер Т. Мен нені тауып жатырмын? ИТ-ны, ол А-ның О-ға қатынасы ғой. Кешірім сұраймын. Кешір. ИТ дегеніміз А бөлінген У. Сонда мұнда А бөлу У болады. КА бөлінген У, немесе АК бөлу У. АК бөлу О анысқасында тұр екен ғой. Шатасы бәрін айттым. Неге химиктер ұнамайды? Химиктер ұнайды. Бізге ұнайды, Нұрсат. Кімге ұнамайды химиктер? Химиктер бізге ұнайды. Суретте берілген комикс айтып едіңіз. Ғабдол, Навлақ айтет. 15-ші деп айтпаймыз. Нельзя. Комикс бізде қалады. Суретте көрсетілген графикке сәйкес затты балқу температурасына дейін қыздыруға жұмсалатын жылу мөлшері қандай? Қараңдар, мынау температура, мынау жылу мөлшері. Жылу мөлшері 0, 50, 100 деп арта береді екен килоджоульмен, ал температурасы 40-тан бастап какой-то бір мәнге дейін артады екен, 1000, 1500, 1540 деп. Бізден сұрайды, балқу температурасы деген температурасы тұрақты болатын аралықты аламыз ғой. Ол мына аралық болып тұр. Мына жерде температура тұрақты. Осы жерге дейін біз оны қыздырғанбыз, міне. Мына нүктеге дейін қай температура екенін білмеймін, бәрібір осы нүктеге дейін әйтеуір біз қыздырып, мынандай бір энергияны бердік. Осы энергияны табу керек қой. Балқуға дейін
қандай энергияны бердік деп сұрап жатыр. Енді горизонталь беттің бойында әр шақпақ қанша джоульден соны тауып алайық. Мынау 0 болса, мынау 10 болсын. Мынау 10, мынау 20, мынау 30, мынау 40, мынау 50 келеді екен. Әр шақпақ 10 джоульдан болады. Мынау 50 болса, мынау 60, мынау 70, мынау болады ендеше 80. Сонда толық балқытуға дейін қажетті энергиямыз біздің берген энергиямыз 80 килоджоульмен өлшеніп тұр. 80 килоджоуль болады. А нұсқасы сонда. Түсінікті? Келесі. Массасы 3 килограмм дене А нүктесінен қайда кетті? А нүктесінен 10 метр секунд жылдамдықпен, тамаша. Массасы 3 килограмм болатын дене А нүктесінен мынандай бір жылдамдықпен қозғалады, уже жылдамдығы бар. 10 метр секунд деген жылдамдықпен горизонталь жіберіліп, 4 метр биіктікте, мына жер 4 метр екен, мінеке, H тең 4 метрге тең болып тұр, 4 метр биіктікте орналасқан Б нүктесіндегі деп серіппеге алады да соғады, серіппені сығып тастайды, серіппе былайынан тұрды да, сосын сығыла бастады, тамаша. Серіппенің қатаңдығы бар екен бізде К, мінеке, К-ның шамасы 1500, және серіппенің сығылуын тап дейді, яғни серіппе деформациясын табу керек қой, дельта X-ті. Үйкеліс күші ескерілмейді. Үйкеліс күші ескерілмейді деген не деген сөз? Үйкеліс күші ескерілмейді дегеніміз сыртқы күштер жоқ деген сөз. Бізге ешкім кедергі жасамайды, мешать етпейді. Энергияның сақталу заңы идеально орындалады дейтін жағдай, молодцы. Мына есепті шығардық па біз? Физика 1-де де, физика 2-де де, физика 3-де де шығарғанбыз, бірақ ол жерде чуть-чуть басқаша болған, я? Ол жерде есеп естерінде ма? Наоборот болатын. Наоборот болатын. Мынандай H биіктікте дене былайынан сығылып кет бара жатады да, еркін құлап бара жатады да, мына жерде тұрған серіппені сығып тастайды былай қарай. Сонда біз mgh пен k дельта x квадратты алғанбыз. Мынау тура сол есеп, бірақ кішкене переходты өзгерткен екен. Энергияның сақталу заңы бойынша А нүктесіндегі толық энергия бізде Б нүктесіндегі толық энергияға тең болады. А нүктесіндегі толық энергияны табайық. Жердің бетінде орналасқан ғой, мынау жер болып тұр ғой, мінекей. Потенциалдық энергиясы 0, бірақ кинетикалық энергиясы максимальный болып тұр, я? 2-ден 1 mv квадрат. Ары қарай тең деп дәл осылай Б нүктесіндегі толық энергияны табайық. Біздің энергиямыз кімге кетеді екен? Біздің кинетикалық энергиямыз беріледі, оның потенциалдық энергиясына H биіктікте орналасқандықтан mgh, және ол тағы да мына жердегі тоқтап қалады, я? H биіктікке көтеріліп, ода V дейтін жылдамдық басында болды, бірақ сосын ол серіппені сыға бастады, өзінің жылдамдығын, яғни өзінің энергиясын серіппенің потенциалдық энергиясына бере бастады. Сондықтан біз деформацияланған серіппенің потенциалдық энергиясын жазуымыз керек. 2-ден 1 k дельта x квадрат деп. 2-ден 1 k дельта x-тің квадраты деп. Ендеше бізден сұрап жатыр дельта x-ті, я? Екілері ұнамай тұр. Давайте екілерінен құтылып алайық, әрбір мүшесін 2-ке көбейіп тастайық. Мынау 2 кетеді, мынау 2 кетеді, мында 1-2 пайда болады. Бірінші k дельта x квадрат тауып аламыз. К дельта x квадратты тауып аламыз. Ол дегеніміз, мынау m-ді шығарып жіберейін. Сыртына жақшаның ішінде v квадрат қалады, мынау барады, минус 2mgh деп, m-ді шығарып тастағандықтан 2gh қалады. 2gh қалады. Мынау k дельта x квадратты береді. Енді k-дан құтылайық. K-ны оң жағына бөліміне жібере саламын, я? Міне, k бөліміне кетті. Енді квадраттан құтылайын. Ол үшін теңдіктің екі жағында түбірдің астына аламын. Сонда оң жағында түбір пайда болады. Сол жағында дельта x-тің өзі. Міне соңғы теңдеу. Енді есептейік, ал кеттік. Так, көрейік. Қайдан? Тоқта. Давай қарамен жазайық. Дельта x тең, деформациясын іздеп жатырмыз. Массасының орнына 3 килограмм көбейту. Давай жақшаның ішін бөлек тауып алайық. Жақшаның іші жылдамдық болып тұр ғой. 10-ның квадраты 100-ді береді. Минус 20. 2g деген 20. H-тың орнына 4-ті қоям. Мынау жақшаның іші, бөлек есептеп жатыр. 4 2 8 80. 100-ден 80-ді азайтсам 20 шығады. Мында сонда 20 болады. Және бөлінген k-ның орнына 1500 апарамыз. Мынау түбірдің астында тең. Жауабы идеально шығу керек, себебі үтірсіз шығып жатыр екен жауабы мына жерде. Сонда мынау 0 мен кетеді. Мынау 10 ғой. Или 10 ба мынау? Я. 10-ды 2-ке бөлсем 5 қой. Мында 5 қалады. 15-ті 5-ке бөлем, шығады 3. 15-ті 3-ке бөлем ғой, шығады 5. 1 бөлінген 25 қалды. Тамаша. Дельта x дегеніміз 1 бөлінген 25 түбірден шығарамын 5 болып. 1-ді 5-ке бөлемін 0,2 метр. Мынаны сантиметрге аударайық, себебі жауаптар сантиметрмен тұр, ол үшін 100-ге көбейтем 20 сантиметр қалады. Ондай жауап бар, және ол е нұсқасында орналасқан екен. Түсінікті? Қызық есеп екен, ұзақтау.
энергияның сақталу заңы арқылы шешіледі. Жас түлектер, сіздерге айтарым, ойланбай қатысыңыздар курсқа. Дұрыс, қатыстым, дұрыс. Красавчик, дұрыс. Сізге қосыламын, дұрыс, дұрыс. Короче, мұнда отырған 20 баланың бәрі примерно курстың балалары ғой. Қазір айтам. Мына жерде, міне, мына жерде Айеркені білемін, Дана бар, так, Марал бар, Нұрай бар, Сымбат бар, Назерке бар, Нұрсат бар, я. По-моему, бәрі свои ғой деймін. Все, кеттік онда. Айтпақшы, суретке түсіріп, сториске салуды ұмытпайсыңдар ғой, я? Сабақ күшті болып жатыр деп жаза салыңдар. Сабақ от прям, вау, көзім ашылды деп. Сұмдық қызық сабақ болды деп. Шайқас сабақ болды деп. Анам кристалл деген сияқты қылып. Меншікті жылу сыйымдылықтар бірдей. Массалары М2 тең 2М1 және температуралар Т2 тең 2-ден 1 Т1 қатынастағы екі сұйықты калориметрге араластырды. Қоспаның температурасы қандай? Тамаша. Шамамен түсіндік қой есептің шартын. Меншікті жылу сыйымдылықтар бірдей болатын екі зат бар. С1 тең болады С2-ге. Оларды мен С деп ала салам. Массаларының қатынасы мынандай. М2 2М1-ге тең. Мына бөліммен, мына бөлшекпен тұр ғой, бөлшекті ненавижу. Давай Т1-ді өзгертіп алайыншы. Т2 тең 2-ден 1 Т1 деп емес, Т1 тең 2 еселенген Т2 деп өзгертіп алайықшы. Одан кейін бар М2 қала берсін, себебі ол көбейтіндімен тұр, 2 еселенген М1 болып тұра берсін. Вот осылай нормально болады. Және қоспаның температурасы қандай дейді. Енді екі температуралар әртүрлі заттарды араластырған кезде бізде ортақ температура орындалады, иә? Температурасы аз заттың температурасы көбейеді. Кімнің температурасы көп болған, сол керісінше энергияны береді де, оның температурасы біртіндеп төмендей береді де. Теттаның соңғы теңдеуін жазайық. Сонда тетта дегеніміз ол С1 М1 Т1 плюс С2 М2 Т2 бөлінген С1 М1 плюс С2 М2. Және мына тұрған теңдеуді жаттамай, бұл тұрған теңдеудің қай жерден шыққандығын толық түсіне аламыз. Қай жерден? Дұрыс айтасыңдар, нейрофизика 1 курсының 8-ші сабағында теттаны біз есептеп бастаймыз. С-лардың астында индекс болмайды. Неге десеңдер, себебі есептің шарты бойынша олар бірдей. Сондықтан алымын да, бөлімін да С-ларға бөліп тастайық. Алымын С-ға бөлсем, мынаумен мынау кетіп қалады. Бөлімін де С-ға бөліп жіберем, мынаумен мынау кетіп қалады. Кетті. Сонда М1-ге замена жасамаймын, М1 қала берсін. Т1-ге замена жасаймын, 2 Т2 деп. Міне, плюс М2-ге замена жасаймын, 2 М1 деп. Т2-ге замена жасамаймын, ол өзгертілмеген Т2 болып қала берсін. Бөлімінде М1-дің орнына ештеңкені қоймаймын, және М2-ның орнына 2 М1-ді апарамын. Осылай қарастырамыз. Тең. Мында 2 М1 Т2, 2 М1 Т2. 2 алмаға 2 алманы қосақ 4 алма шығады. Сонда 4 еселенген М1 Т2 болады алымында. Бөлімін есептеймін. М1-ге 2 М1-ді қоссам 3 М1 қалады. М1-лер бірдей қысқарып кетеді. Сонда тетта орнаған температура тең 4-тің 3-ке қатынасындай Т2. Ондай жауап өкінішке орай жоқ. Себебі жауаптар немен тұр? Т1-мен тұр. Сондықтан бір ары қарай біз замена жасаймыз. 4-тің 3-ке қатынасын қалдырып Т2-ның орнына мына шаманы апарам есептің шартындағы 2-ден 1 Т1-ді. Көбейту 2-ден 1 Т1. Сонда мына 2-мен мына 4 қысқа кетеді, мұнда 2 қалады. 2-ның 3-ке қатынасындай Т1 шығады екен, соңғы жауап. 2-ның 3-ке қатынасындай Т1 деген жауап Е нұсқасында орналасқан. Түсінікті? Ағай, сізде 2020 жылғы нұсқалар бар ма? Мынау 2021 емес па? Білмеймін, Рабия қандай вариантты жасап берді, сол вариант талдап отырмын. Бірдей ғой. Иә, бірдей болу керек. Назерке, 17-ші сабақты қайталадың ба? Үй жұмысын? Бүгін бір ғана адамның үй жұмысын тексердім да, сол үшін есімде қалып қалды Назеркенің үй жұмысы. Кинематика. Красавчик.
Ұзындығы 20 сантиметр көлденең қимасының ауданы 1,4 мм квадрат алюминий сымнан жасалған орамдағы магнит ағынының өзгеру жылдамдығы 10 мВ секунд, индукция тоғының күші, және кедергісі, меншікті кедергісі берілген. Тамаша, былай жасайық. Ұзындығы 20 сантиметр дегеніміз метрге айналдыру үшін 100-ге бөлем 0,2 метр қалады. Ұзындығы 0,2 метр болатын. Көлденең қимасының ауданы 1,4 мм квадрат. 1 мм квадратта қанша метр квадрат бар? Дұрыс, оның -6 дәрежесі. Алюминий сымнан жасалған орам бар. Ол жердегі магнит ағынның өзгеру жылдамдығы. Дельта фи бөлу дельта та, ешкінің жылдамдығы деген секілді. Естеріңде ма? Си жүйесіне айналдырып жібереміз ба? 10 көбейту 10-ның -3 дәрежесіндегі вебер бөлу секундты береді сонда. Индукция тоғының күші қандай болады? Ай, егер ро меншікті кедергісі белгілі болса. 2-де 8 көбейту 10-ның -8 дәрежесіндегі ом көбейту метр. Мен мына есепті шешуді білмеймін. Не знаю. Бірақ мынаны не үшін берді? Ро, байқұс ро бір ғана теңдеуге қатысады. Байқұс ешқандай теңдеуге кіре алмайды. 0. Бір ғана теңдеуде бар ол, бітті. Бір ғана теңдеуде кездеседі, басқа еш жерде жоқ ро. Меншікті кедергі, яғни кедергінің теңдеуін жаз деген сөз. Сонда алюминий сымның кедергісін анықтай аламыз. Бірінші қадам. LS, ро, бәрі бар, R. Алюминийдің кедергісін таптым. Енді тоқтың шамасын таба аламыз ом заңы арқылы. Бірақ мынаны не үшін берді? Дельта фи. Енді сендерге сұрақ, Вебердің секундқа қатынасы қандай өлшем бірлікті береді? Вебердің секундқа қатынасы Си жүйесінде осындай өлшем бірлікке тең деген сұрақ келіп қалуы мүмкін тестте. Өлшем бірлік, Ньютон. Бұл не? Вебердің секундқа қатынасы. Килограмм, литр, секунд. Бұл не? Ой, здрасте, приехали дейді бұндайды. Вебердің секундқа қатынасы қандай өлшем бірлікті береді? Вольт? Тамаша нелі. Себебі бұнау не? Дельта фидің дельтатыға қатынасы нені береді? Электромагниттік индукция заңы эпсилонды бермей ма? Сонда бенде эпсилонның шамасы тұр ғой. 10 көбейту 10-ның -3 дәрежесіндегі Вебердің секундқа қатынасының орнына анелі айтты бізге, мен вольт деп жазам. Электр қозғауыш күшінің өлшем бірлігін, дұрыс па? Ендеше ары қарай. Ом заңы бойынша ай тоқ күшін табу үшін біз эпсилонның R-ға қатынасын алуымыз керек қой? Бітті. Сонда мынау тең болады, эпсилон бөлінген R-дің орнына ро L бөлу S болғантан S алымына барады. Міне ғой соңғы теңдеу. Екі теңдеуден ғана тұрады екен ғой, назаменаны санамайтын болсақ. Сонда ай индукция тоқ күш тең болады, эпсилонның орнына қойып жерем. 10 көбейту 10-ның -3 дәрежесіндегі вольт, Си жүйесі, S-тің орнына 1,4 көбейту 10-ның -6 дәрежесіндегі метр квадрат бөлу ро 2,8 көбейту 10-ның -8 дәрежесі және L 0,2. 2 бөлу 10, қысқартам 1 бөлу 5, 5 пүчін кетіп алымына барады. Ай тең болады. 28-ді 14-ке бөлсем 2 қалады. 10-ды 2-ке бөлемін, шығады 5. 5 5-ім 25. Сандар жоқ, алып тастайық. Дәреже қалды. -8 алына барады, +8 болып. 8-ден 6-ны азайтам. 2, 2-ден 3-ті азайтам. -1. 2, 25 көбейту 10-ның -1 дәрежесіндегі ампер. Яғни 2,5 ампер деген жауап шығу керек. 2,5 ампер дейтін жауап қуанышқа орай Е нұсқасында орналасқан екен. Түсінікті? Жақсы болды ғой, тікелей эфирді осылай жүргізген. Бұрын ВК-да жүргізуші едік, блин. Узкоглазый, китаец. Где мои кроссовки, которые я заказал 3 месяца назад? Что за индейец там говорит? Интересный язык, как будто танец деп. Қатып қалады еще чаттағы сообщениялардан. 100 метр қашықтықта тұрған биіктігі 20 метр мұнараның оптикалық күші 58,5 диоптрия адам көзінің торламасындағы өлшемі. Ладно. 100 метр қашықтықта тұрған 20 метрлік мұнараның оптикалық күші 58,5 адам көз... Адамнан мұнараға дейінгі қашықтық 100 метр. Д мен белгілейік онда. Д тең болады 100 метр. Вы что-то похудели. Ақбота, рахмет. Блин, кім байқайды деп күтіп отырмын ғой мен. 8 килограмм тастадық қой. 8 килограмм Ақбота.
бекер краш деп айтпадым ғой саған. Крашымсың ғой. 100 метр қашықта тұрған, биіктігі 20 метр мұнараның NF37 барсыңдар ма? Плюс қойықшы, кім NF37 бүгін ғана өттік, соңғы 14-ші сабақта. Үлкен аш, кішкентай аш деп шатастырмай қойық. Біз жазайық, просто аш и дене деп жазайық, бітті. Басқа ештеңе керек емес, 20 метр деп. Оптикалық күші 58,5. Адам көзінің оптикалық күші 58,5. ДПТР. Адам көзінің торламасындағы өлшемі. Адам көзінің торламасындағы мұнараның өлшемі. Нені сұрап жатыр? Мен сұрақты түсінбедім. Кім көмектеседі маған? Жеген жоқ сабақты лимонны соғышты. Қазір лимонны соғышып жатырмын. Нені сұрап жатыр? Көмектесейік. Тағы да Ғабдол. Адам көзінің торламасындағы, адам көзінің торламасындағы мұнараның өлшемі. Міне менің көзімде пайда болған жаңағы не бар ғой, кескін, соның өлшемін сұрап жатыр. Өлшем міне мынау көздегі. Нені сұрап жатыр? Енді не деген сөз ол өлшемі? Мұнараның өлшемін сұрап жатыр, көзде пайда болатын. Долго. Аш биіктігі дұрыс, кескіннің биіктігі HK деп жазамын мен. Бітті. Кескіннің биіктігін сұрап жатыр, көзде пайда болатын. Кеттік енді. Вообще оны табу үшін қандай әріптер көмектесу керек бізге? Мынаумен мынаны байланыстырам, сызықты ұлғайтуды жазған кезде, мынаумен F-ті байланыстырам, кіші F жоқ қой менде. Кіші F жоқ менде. Яғни кескіннен линзаға дейін қашықтық тауып алу керек қой бізге. Оны қайдан табамын? Жұқа жинағыш линзаның теңдеуі арқылы, яғни 1 бөлу үлкен F тең болады, 1 бөлу D және 1 бөлу кішкентай F. Енді осы жерден кіші F тауып алайық. 1 бөлу кіші F дегеніміз ол 1-дің үлкен F-ке қатынасы минус 1 бөлінген D. Мына жігіт нені береді? Мына жігіт біреуді беретін секілді. Есіме түспей жатыр. Ол үлкен D, яғни диоптрияны оптикалық күшті береді. Молодец. D-ны қоя салайық, 58,5 деп. 58,5 минус 1 бөлінген. Кішкентай D денеден линзаға дейін қашықтық шарт бойынша 100-ге тең. Алсаң керек болса. 1 бөлінген кішкентай F дегеніміз 58,5-нан 0,1-ді азайтайық. 58,5 минус 0,1. 58,49 екен, мәссаған. Алымында еще ол, 58,49. Мынадан кіші F-ті табам. Ол не? 1 бөлу 58,49. Себебі мынау 1 бөлу F қой. Ары қарай мен төңкеруім керек қой теңдіктің екі жағында. Сонда кіші F тең болады. 1-ді бөлемін 58,49-ға. 0 де. Дұрыс па? 1-ді бөлемін 1-ді бөлемін 58,49-ға. 0,017. 0,017 метр. Мынау кескіннен линзаға дейінгі қашықтық. Енді барып кескіннің биіктігін қалай табамыз? Блин, 17 адам. Қадай бермесеңдерші. Әдемі келе жатыр қой. Шашадыңдар ма? 9-дан 8-ге не бросайте. Молодец. Сызықты ұлғайту коэффициенті дегеніміз ол кіші F-тің D-ға қатынасы немесе кескіннің биіктігі бөлінген дененің биіктігіне. Осы жерден бізге кескіннің биіктігін табу керек. H кескін табу үшін F-тің D-ға қатынасын алып, дененің биіктігіне көбейтуім керек. Бітті. Ал енді орынды таптынан жазатын. Мұнда жаз көрейік. Кескіннің биіктігі тең. F қанша? 0,017. Имнаны бірден D-ға бөле салайықшы 100-ге. Я? 0,017-де. 0,017, короче, бөлінген. Мұнда 100. D-ның мәні 100 ғой. Еще H дене бар. H дене 20. Көбейту 20. Қара. 100-ді 20-ға бөлем, шығады 5. 0,017-ні 5-ке бөлем. 0,017-ні бөлем 5-ке. Шығады 0,00034. Мыңға көбейте салайық, ә? Миллиметрмен жазу үшін. 3-те 4 миллиметр. 3,14 миллиметр. 3-те 4 миллиметр дейтін жауап е нұсқасында бар екен. Түсінікті? Сақталама сабақ. Я сақталады. Жазып жатырмыз. 49 минут болыпты сабақ жүріп жатқан дегеніңізге 10 сағатты версия істеу керек. Жаман әдет. Құтыла алмай жатырық. Сұрақ бар ма? Жұқа жинағыш линзаның теңдеуін жаздық. 1.
Оптикалық күш пен фокустың арасындағы байланысты жаздық 2. Сызықты ұлғайту коэффициентінің теңдеуін жаздық. 3 теңдеуден тұратын есеп екен. Келесі 20-шы сұраққа назар аударайық. Бәрі нормально ма? Жылдамдық, не? Все нормально? Все пойдет. Мен бір нәрсені ұмытып кеттім ғой. Туф, Ғабдол. Досым едің ғой, айтпайсың ба? Мен есімнен шығып кетті ғой. Саған сеніп отырсам, Ғабдол бар, спокойно отырайын деп. Реклама айтылмай кетті ғой. Құрметті қатысушылар, ұбт.академиясы.физика инстаграмдағы парақшамызға тіркелейік. Инстаграм парақшада мына жердегі әртүрлі қызықты ақпараттар бар, солармен таныса аласыздар. Мына жердегі сохраненный историялар бар, мынаның астында посттар бар, соларды көре аласыңдар. Сонымен қатар мына телеграм каналға тіркелейік, себебі телеграм каналда есептер, олардың талдау, в общем, телеграм каналда бізде үй жұмыстары бар, және әр үй жұмысының талдау видеолары бар. Осы телеграм каналға кіріп таныссаңдар болады. Тиктокқа да кірсеңдер болады. Инстаграмда отырмасаңдар дәл осылай аталады. ұбт академиясы физика. Мінекей соңғы видеолар, ол физикаға байланысты. Лайк басып, комментарий жазып қойсаңдар қайтарып беремін. Және физикадағы тобымызға қосылайық. ұбт академиясы физика. Және ВКонтактедағы жекеге жазам десеңдер, Шахназар Сқақбай, осыған алып жазсаңдар болады екен. Так. ұбт-ға дайындық нейрофизика курсын біз бастаймыз 25-ші қаңтар күні, құдай қаласа, ол дүйсенбі, 25-ші қаңтар күні курсты бастаймыз. Курсқа жазылу үшін курс жайлы ақпараттарды сіздер сұрай аласыздар. Мынау инстаграмда ұбт академиясы физика директке жазсаңдар болады, көмекшім жауап береді. Немесе ВКонтактедағы мынау топқа жазсаңдар болады, бәрібір көмекшім жауап береді ол жерге де. Немесе мынау Шахназар Сқақбайға ВКонтактеден жекеге жауап берсеңдер болады, бәрібір ол жерде де барлық жерде көмекшім отырады, сұрақтарыңа жауап береді. Келесі ағай, кеше NFEK жазылым курсы мықты екен. Тамаша, қуаныштымын. Аға, ядролық физиканы актуальныйға салсаңызшы. Вроде актуальныйда тұр. Есімде болса, вроде тұр. Жоқ болса, қазір тексеріп көрем, онда кешке қарай. Ал, кеттік, реклама бітті. Арнамызда жарнамада мен алданам. Білесіңдер ма соны? Ал енді құрметті көрермендер, арнамызда жарнамада мен алданам. Көрмедіңдер ма? Не важно. 20-шы сұрақ, кеттік. Суретте тік жоғары лақтырылған массасы 1 килограмм дененің орын ауыстыруының уақытқа тәуелділік графигі көрсетілген. Лақтырылған мезеттен бастап 3 секунд ой-ой-ой. Ненавижу. Суретте тік жоғары лақтырылған массасы 1 килограмм дене, жоғары 1 килограмм дене, орын ауыстыруының уақытқа тәуелділік графигі көрсетілген. Міне Y-тің тыға тәуелділігі. Ладно. Лақтырылған мезеттен бастап 3 секунд уақыт өткенде, мына уақыт тұр екен ғой, бәрі дайын екен ғой. 0 секундта мен лақтырдым, 2 секунд ол максимум биіктікке жетті, көтерілді 2 секундта, тағы да төмен қарай түсті 2 секундта. Проблем жоқ қой. Лақтырылған мезеттен бастап 3 секунд уақыт өткенде, стоп, ары қарай оқымаймын, керек емес. 3 секунд уақыт өткенде, 3 секунд қай жерде тұр? Егер мен мына жерге дейін, максимум биіктікке дейін 2 секундта барсам, жерге түссем 4 секундта, 3 секунд қай жерде болады? Шамамен мына жерде орналасып тұр ғой 3 секунд, я? Мына 3 секунд дегеніміз мына жер болып тұр ғой, Мики. Мына нүкте болып тұр ғой 3 секунд. Міне осы жер. Мына сонда менде А нүктесі болады, мына менде Б нүктесі болады. 3 секунд деген мына жер болып тұр сонда. Сонда 3 секунд өткенде дене импульсінің өзгерісінің модулі. Импульс дегеніміз П, өзгеріс дегеніміз ол дельта П, осының модулі дегеніміз, міне, модульге аламын. Все. Так. NF2, 6-шы сабақ. Импульс сабағына кім келді? Сендер мына есепті шығара алдыңдар деп ойлаймын. Марал, сен вроде жеттің ғой, 6-шы сабақ NF2-де. Мына тура сол мен көрсеткен сұрақтардың оңайы болып тұр екен. Енді қараңдар. Импульсінің модулі деген, импульсінің өзгерісі дегеніміз не? Дельта П тең болады П минус П0. Дұрыс па? Қазір көремін. Сендер қалай оқып жүргендеріңді менің сабағымда. Қазір көреміз. Дельта П тең П минус П0. Бұл нәрсе дұрыс па? Қазір тексереміз. Сейчас проверим. Вектор, молодец. Мынандай жазбаны жазуға болмайды. Бұлай жазуға болады. Отлично. Енді әр импульсті тауып алайық. Бастапқы импульсы дегеніміз не? МВ.
Бастапқы жылдамдығы жоқ қой. Бастапқы жылдамдығын қалай табам? Қандай жылдамдықпен жоғары қарай лақтырдық біз? V0. Оны қалай табам? Анау беріліп тұр екен ғой. Все. Ну-ка, давайте, қыздар, жігіттер. Дұрыстап ойланайық. Нормально екен, қиын емес. Міне, мына нүктедегі жылдамдығын қалай табам? Бастапқы жылдамдық ол максимальный жылдамдық, ең үлкен жылдамдық. Сол ең үлкен жылдамдығын қалай табам? Дұрыстап қараңдар графикке. Графикте жауабы тұр уже. Давай. Можешь, ну. Графикке қараңдар. Уақытқа тәуелділік. Уақытқа. 2 секунд дегеніміз не? Көтерілу уақыт емес пе? 2 секунд дегеніміз көтерілу уақыты ғой. 2 секундта ол көтерілді. Әрбір секунд сайын жылдамдығы 10-ға азайса, бастапқы жылдамдығы қанша? Логика. 20, молодец. Себебі көтерілу уақыты дегеніміз не? Ол V0-дің G-ға қатынасы ғой. Осы жерден V0-ды табу үшін мен G-ді көтерілу уақытына көбейтпеймін ба? Сонда бастапқы жылдамдық дегеніміз не? G 10, көтерілу уақыты 2, демек 20. Келісесіңдер ма? 20 секунд боп тұр ғой. Демек бастапқы импульс қанша? Массасы 1 килограмм болса, бастапқы импульс 20-ны құрап тұр ғой. Бітті. Келесі. Соңғы импульсті табамын. Мынау бастапқы импульс P. Бастапқы импульстың Y өсіндегі проекциясы қандай айтпақшы? P0 Y-ті жаза салайықшы бірден. P0 вектордың орнына мен нені қоям? Мен просто 20-ны қоям, себебі 10 боп тұр. Молодец. Соңғы импульсті жазайық. Соңғы импульс менде қай жерде тұр? Мына нүктеде. Мына нүктеде жылдамдығы қалай бағытталған? Төмен бағытталған. Импульсы тоже төмен бағытталған. Ендеше соңғы импульс дегеніміз не? Массасымен көбейту соңғы жылдамдығы. Жылдамдығы қандай болады? Мына B нүктесіндегі жылдамдығы. B нүктесіндегі жылдамдығы 30. B нүктесіндегі жылдамдығы. Мынау B нүктесі тұр ғой. Осы B нүктесіндегі жылдамдығы қанша? 10, молодец, Нұрсат. Себебі мына нүктеде менде қанша? 2 секундта жоғары көтерілді, ары қарай ол үдемелі қозғалыс жасайды. Бастапқы жылдамдығы 0, және 1 секунд уақыт өтті ғой. Мынау нүктеден максимум биіктіктен B нүктесіне дейін түсу үшін 1 секунд уақыт кетті ғой. 2 мен 3 секунд уақыт арасы болғандықтан. Ендеше мен оны G-мен таба салмаймын, үдемелі қозғалыс болғандықтан. Уақыт 1 секунд еркін сөйлеу 10, көбейтемін 10 қалмаймын B нүктесіндегі жылдамдығы. Тамаша, сонда соңғы импульс дегеніміз не? Массасы 1 килограмм, мынау 10 болады. Ендеше вектор P-ны жазайын. Оның орнына нені қоям? Вектор P-ның орнына скалярға аударам ғой мен. Соңғы импульсы Y өсіне қарама қарсы, ендеше 10 емес, нені алуым керек? Минус 10-ды алуым керек, проекциясы минус 10-ды береді. Болды, ендеше дельта P дегеніміз векторды түсіріп, скаляр мәндерімен жаза берейін. Соңғы импульстың орнына минус 10-ды апарам, бастапқы импульстың орнына 20-ны апарам. Тең болады, сонда минус 30. Бізден нені сұрады? Импульс өзгерісінің модулін, дельта P модуль тең болады, сонда 30-дың өзі. Болды. 30 килограмм метр секунд дейтін жауап нұсқасында бар. Түсіндер ме? Күрделі сұрақ екен. Мында көбісі қай жауапты белгілейтін еді? Бастапқысы қанша? 20, соңғысы 10 ғой. Айырмасы 10 деп ені белгілейтін еді көбісі. Помните, мынаны NF2-де қарастырғанбыз. Анау қозғалмайтын қабырға бар. Қозғалмайтын қабырғаға шарик серпімді соқтығысады. Соқтығысқаннан кейінгі импульсінің өзгерісінің модулін тап деген есеп. Естерінде ма? Мынау тура сол, просто біз ол кезде X өсін қарастырсақ, мына есепте біз Y өсін қарастырып жатырмыз. Одно и то же екен. Келесі сұраққа назар аударайық. 20-дан кейінгісі 21 болады. 21. 2 метр биіктіктен еркін құлаған массасы 500 грамм дененің жерге соғылар мезетіндегі кинетикалық энергиясы қандай? Мынаны аш деп белгілейік. Мынау менде 2 метрге тең екен. Сонда еркін құлап жатыр екен, бастапқы жылдамдығы 0 екендігін еске түсіреміз. Массасы 500 грамм дененің жерге соғылар мезетіндегі кинетикалық энергиясы қандай? Мына нүктеде ода бір кинетикалық энергия болды, сол энергияны тапты. Энергияны сақтау заңы. Нұрай, жай энергияны жаса салсақ қалай болады? Жай осы нүктеде кинетикалық энергияны өзін жасақ. 2-ден 1 mv квадрат деп, осылай болады ғой. Энергияны сақталу заңы екен ғой, Нұрай, дұрыс. Кешір. Ішінен ойлаған шығар. Айтып отқан нәрсені үндемей жазсайшы шаха деп.
Адам ұқсап айтып отырып қой. Өз-өзің позорить етіп, қадалып отырсың деп. Мынау Б нүктесі болса, энергияның сақталу заңы бойынша мына нүктедегі кинетикалық энергия ол мына нүктедегі толық энергияға тең болады. Сонда кинетикалық энергия ол мына нүктедегі толық энергия, то есть потенциалдыққа тең болады, иә, mgh-қа. Сонда кинетикалық энергия тең, массасы, блин, я просто представил. 500 грамм дегеніміз не? 0,15 килограмм, иә? Көбейту еркін сөйлеу G, 10, және H биіктік 2-ні алам ғой. Мынау 0 мен мынау қысқа кетеді, 5, 2, 10 қалады екен, джоуль. 10 джоульді іздейік. 10 джоульді да бар, және болды, иә? Басқа кило, мега деген қайсысы жоқ екен. Сонда тек D болады. Түсінікті? Мәссаған 920 болыпты. Сабақ 1 сағат енді болыпты. Чуть-чуть күте тұрын да 9 есеп қана қалыпты. 9 есептен кейін сабағымыз тәмамдалады. Шыдайық. 22. Зат мөлшері 500 моль. Көмірқышқыл газының массасы қандай? Зат мөлшері масса, мольдік масса. Зат мөлшерінің қай байланысын қолданам? 1 ерасыл. 1-2 ғой. Зат мөлшері тең, масса бөлу мольдік масса. 1-2 байланыс. Келесесің бе? Осы жерден 1-де массаны іздейміз. Массасы дегеніміз не? Зат мөлшері мен мольдік массаның көбейтіндісі. Сонда массасы тең болады. 500 моль көбейту мольдік массасының орнына 44 көйт 10-ның -3 дәрежесін апарам. Мына 2 нольді, мына -3 пен алып таста, -1 қалады. 44, мына -1-ді мынаған 2-ден 1 деп апара салмайын ба? Мынаны өшіріп тастайық, 44 2-ге бөлем ғой сонда. 22 қалады, килограмм. 22 килограмм немесе 22 000 грамм. Е нұсқасы ИФ болады, иә? Себебі килограммнан граммға көшу үшін біз мыңға көбейтуіміз керек еді. Келесі. Оқи беріңдер, мен аузым күйіп кетті, безобид. Кеуіп кетті деген. Ой, қырсық, мынау біт қалды ғой. Аға, это жас калькуляторға Gucci flip-flop істедім. Кейбір сұрақтар осындай қарапайым сандармен беріледі екен, менің байқауымша соған шүкір деп жүрмін. Көбінесе жаңағы неге ғой? Кванттық физикаға байланысты калькулятор қатты керек болады. Параллель. Мен берілген оқымадым ғой. Суреттегі әрқайсысының кедергісі R1, R2, R3, R4 барлығы бірдей екен, иә? Өткізгіштер көрсетілген А және Б нүктелерінің арасындағы жалпы кедергі қандай? Мына клеммалар берілген А, Б деп. Тоқ келіп, сразу 4-ке бөлінген екен. Параллель жалғанған екен, иә? Бұл. Кедергілері бірдей болса, штуктарының саны n болса, олар параллель жалғанатын болса, жалпы кедергіні табу үшін біреуінің кедергісін штуктарының санына бөлеміз. Молодцы, n есе кемейді. Не істеп отыр мен? Бұл осы жауапты іздемеймін ба онда? R бөлу n. Ойбай, n-нің мәні 4 қой менде. R бөлу 4 деген жауапты іздейміз. Немесе R жалпы тең, 1-дің 4-ке қатынасы 0,25 деп алып алайық, ә? 0,25 R болады сонда. 0,25 R дейтін жауап С нұсқасында бар, R бөлі 4 дейтін жауап Б-да бар, және R бөлі 4 R болды. Осы екеуі ғана дұрыс болады екен. Келесі. Лоренц күшінің формуласы қандай? Лоренц күші дегеніміз не? Магнит өрісі тарапынан қозғалыстағы зарядтаған бөлшекке әсер ететін күш. Mg ауырлық, G біремек R квадрат ньютон, К көбір Q2 бөлінген R квадрат кулон, BIL синус альфа ампер, МА екінші заң ньютонның, ρ GV Архимед, мынау Архимед, мынау ауырлық күші, мынау КБВ синус альфа H. Тек бір ғана дұрыс жауап бар екен. Келесі. Оптикалық күші 2 диоптері жинағыш линзаның 2 еселенген фокусында жарық көзі орналасқан 2 еселенген. Так, мынаны асықпайық. Ойбай, мына күш емей қалды ғой. Оптикалық күші 2 диоптері. 2 ДПТР жинағыш линзаның 2 еселенген фокусында жарық көзі орналасты. То есть дене орналасты 2 еселенген фокусында. Төртінші жағдай ғой мынау. Кескіннен линзаға дейін қашықтық тап дейді. Айтасыңдар ма? Фокус табамыз. Давай. Диоптрия дегеніміз 1-дің фокусқа қатынасы, фокус дегеніміз 1-дің диоптрияға қатынасы. 1-дің 2-ке қатынасы метр болады фокус. Төртінші жағдай өлшемдер өзара тең, иә? Жинағыш линзаның төртінші жағдайында денені 2 еселенген фокусқа орналастыратын болсақ, нәтижелері қандай? Пайда болған кескін біріншіден шын, екіншіден төңкерілген, үшіншіден өлшемдері өзгермеген. Яғни кескіннен линзаға дейінгі қашықтық денеден линзаға дейінгі қашықтыққа тең болады. Мынаны біз қай жерде өттік?
Жарнама нейрофизика курсының 5-ші сабағында от үйдо біз геометриялық оптикадағы линзалардағы кескіндерді өзіміз салып үйренген болатынбыз 3 сағат бойы. Келесі. Сонда кіші f дегеніміз 2 көбейту 2-ден 1 қалады екен бізде 1. Мына екеуі қысқарып кетеді. 1 метр дейтін жауап мұнда бар. Және болды. Басқа сәйкес келмейді. Түсінікті? Жинағыш линзаның бұл 5-ші жағдай екен. Келесі. 26-шы сұраққа да келіп қой уже. Қарнашты. Массасы 5 килограмм жүкті. Массасы 5 килограмм жүкті. 0,6 метр биіктікке 2 секундта 1 қалыпты көтереді. Электр қозғалғыштың қуаты қандай? Жұмыс MGH. Мен сенбеймін. Жұмыс MGH болмайды. Мен сенбеймін. Не верю. Не хочу верить. Орын ауыстыру H. Жоғары көтереді F дейтін күшпен. Мен сенбеймін MGH-қа. Кім сендіреді? Жұмыс MGH-қа тең болмайды. Мен сенбеймін. Сенгім келмей жатыр. Мұнда бір сөз бар, сол сөзді айтсаң болды. Ауырлық күштің жұмысы. Нақтырақ айтайық. Мұнда бір сөз тұр, сол сөзді айтсаң молодец боласың. Есептің шартында сол сөз тұр, сондықтан БТК молодец сымбат. Қозғалыс бір қалыпты болғандықтан, мына тұрған денені көтеру үшін қажетті минималды күш осы дененің салмағының өзі болады. Сондықтан жұмысты мен MGH деп аламын. Ал қуат дегеніміз не? Жұмыс жасау жылдамдығы. Бітті, иә? Осы екі теңдеуді біріктіреміз ғой. Сонда мынау тең болады MGH-тың тыға қатынасы. Сонда массасы қанша? 5 килограмм екен. Еркін суде 10, H-тың орнына 0,6 екен, ә? 0,6 алымында болады. MGH бөлінген уақыт 2. Мынау 0-ді мынау 0-мен алып таста, 6-ны 2-ке бөліш, 5 үшім 15. 15 ватт екен. Немесе 0,15 киловатт, ә? 0,10-нан 100-ден 1000-нан 15 киловатт жатады, 15 ватт F жатады, болды. Келсесіңдер ма? Nope. Эрере, шынкон функат эрере, ямаккан фак эрере. Камам кристалл, яккан факкан маккан фрал, шыккан маккан факкан фрал. Камам кристалл. 19. Молодец. Азаймаңдар, аз қалды. Көмірқышқыл газының 1 килограммын 1 килограммын М тең 1 килограмм. Изобаралық түрде 268 кельвиннен 400 кельвинге дейін қыздырды. Т1 тең 268 кельвин, Т2 тең 400 кельвин. Ағай қаңтар енісінен кейін бірге новый есептер ене ма? 2016-ның есептері енеді. Газдың көлемі ұлғаю кезінде жасаған жұмысы қандай? Газдың көлемі ұлғаяды, сол кезде қандай жұмыс жасайды? Процесс изобаралық. Q тең U плюс А. Марал, давай тағы да ойланып көреміз. Көрейік. Жұмыстың өзін ғана жаза салсақ қалай болады? Таза жұмыс дегеніміз не? Көмірқышқыл газ ұлғайып жатыр, ол қандай жұмыс жасайды? P дельта V дейтін жұмыс жасайды. Ары қарай. P дельта V дегеніміз не? Менделеев Клайпейрон заңы бойынша дұрыс айтасыңдар. Мю R дельта T-ны береді. Бітті. Сонда А тең зат мөлшерінің орнына масса бөлу мольдік массаны апарайын мен. R дельта T қалсын. Міне. То есть термодинамиканың бірінші заңын жазбасақ та болады екен, иә? Ішкі энергияны және жылу мөлшерін кірістірмесек те шығады екен. Сонда массасы 1 килограммы деп тұр ғой. Алымына 1-ді жазам. Бөлімінде 44 деп тұр, иә? Оның минус 3 дәрежесін алымына вчуң етіп плюс 3 дәрежемен апарайық. R-дің орнына 831 тұр. Дельта Т дегеніміз не? Калькулятор. Ренжімеңдер. Просто мен қазір қадалып қалсам ұят болады. Ренжімеңдер. 400 минус 268. 132 кельвин айырмасы. Не істейміз енді мына жерде? Мынаны 4-ке бөлейік, 11 қалады, 1000-ды 4-ке бөлейік, қанша шығады? 100-ді 2-ке бөлсең 50, 25, 250 қалады, иә?
250. В общем, 250 көбейту 8,31 көбейту 132 бөлу 11 шығады. 24,930. 24,930 джоуль дейтін жауапты көрсетіп тұр. Килоға айналдырып жіберейік, ә? Бір орын, екі орын, үш орын. 24,93 килоджоуль. Осы екі жауапты іздеуіміз керек. Жуықтайтын шығармыз, ә? Иә, жуықтайды екенбіз. 25-ке дейін. 25 көбейту оның үш дәрежесі С, 25 кило F, 25 мың дейтін жауап жоқ екен. Екеу ғана дұрыс жауап. С мен F. Түсінікті? Сам сүрінбей, пон, тон. 28. Кедергілері R бірде екі өткізгішті алдымен тізбектей, кейіннен параллель жалғап, тұрақты кернеуге қосады. Осы кезде бірде уақытта жасаған жұмыстары апар параллель жалғау кезіндегі жұмыс, атыз тізбекте жалғау кезіндегі жұмыс. Кедергілері R бірде екі өткізгішті, n тең 2. Кедергілері бірде, жақсы, R тең константа. Бірінші тізбекте жалғайды. Фчун. Мынау фчун. Екі өткізгішті бір-бірімен тізбекте жалғады. Сосын тұрақты кернеуге қосты, сол кезде тоқ жұмыс жасады, сол жұмысты тауып алайық бірінші онда. Мынау тізбектей ғой, А тізбектей тең болады. Кернеу бар болғандықтан кернеуге тәуелді теңдеуін жазайық. I UT емес, U квадрат T бөлу R-ді жазайық. U квадрат T бөлу R жалпы болады сонда. Себеп кернеу бар ғой. Тұрақты кернеуге қосты деп жатқандықтан, екеуінде де кернеу бірдей болып тұр. Сондықтан кернеуге тәуелдісін жазайық. Мынау R жалпын тауып алайық. R тізбектейді. R тізбектей қаншаға тең болады? R-ға R-ді қосып жібересің ғой, тізбектей жалғанғандықтан 2R-ді береді. Сонда A тізбектейді тауып алайық. Ол U квадрат T бөлінген 2R екен. Мынау тізбектей кезіндегі жасаған жұмыс. Енді тура осылай параллель тауып аламыз, ә? Міне фчун, біреуі, фчун, екеуі, фчун. Мынау R. Екінші жағдай қызылмен көрсетіп жатырмын, параллель жалғап жатырмыз. Жалпысын тауып алайық, R параллель дегеніміз 2 есе кемейді, R бөлінгеннен, молодец. Сонда параллель кезіндегі жұмыс тауып алайық. Екеуінде де уақыттар бірдей, екі жағдайда да тізбектейде де, параллельде және кернеулер де бірдей болып тұр екен, сондықтан кернеуге тәуелдісін жазам. Ол U квадрат T бөлінген R параллель болады. Сонда A параллель дегеніміз ол U квадрат T бөлінген R параллельдің орнында R пополамды қоям. Сонда X алымына барады фчун. Енді жауаптары қандай? Тізбектейдің параллельге қатынасы екен, я? Давай тізбектейді параллельге бөлейік онда, мына жерге. Мұнда орын бар ғой. A тізбектей бөлу A параллель. Тең тізбектейдің орнына U квадрат T бөлу 2R. Мынаны төңкеріп көбейтумен жазсалайық, көбейтемді, төңкеріп жазамын. R алымына барады да 2U квадрат T бөлімінде қалады. Себебі бөлшектеді бөлген кезде екінші бөлшек төңкеріп көбейтіп жазамыз ғой. Мына давай мынау R мен мынау R-ді алып тастайық. U квадратты мен U квадраттын алып тастайық. Сонда A тізбектей бөлінген A параллель тең болады. Алымында 1 қалыпты, бөлімінде 4 қалыпты. 4-тен 1 екен. Немесе тізбектей табамыз ба? Или параллель тауып алайық. Параллель ол 4 еселенген A тізбектей болады. A тізбектей бөлу A параллель 5 жоқ. A тізбектей тең 4 A тізбектей бөлу A параллель тең. Мына жатаматса нұсқасы? 4-тен 1 дегеніміз 0,25 қой. Жатады. A параллель тең 4 A тізбектей жатады. Д нұсқасы A параллель бөлу A параллельді A тізбектейге бөлетін болсақ 4-тің өзі шығады. Е жатады. Болды. С, Д екен дұрыс жауаптар. Түсіндер ма? 18 адам. Жақындаған кезде көбірек отыратын болыпсыңдар, я? Қарашада 7 баламен отырушы едік. Қыркүйекте 4 баламен отырушы едік мастер-класстарда. Желтоқсанда 11 адаммен, қаңтарда мінекей 18 адамға да көбейіппіз, тамаша. Осылай ояна бастаймыз, ақындап, жақындаған сайын. 29. Суретте денеге
берілген жылу мөлшері мен температурасы арасындағы байланыс көрсетілген. Қараңдар. Мынау температура, мынау энергия, иә? Егер олардың массалары бірдей болса, меншікті жылу сыйымдылықтарының қатынасы қандай? С1, С2 кіші. Просто бір-бірімен салыстыр дейді. Кеттік ал. Денені қыздыру үшін қажетті энергия дегеніміз С, М, дельта Т. Бізден сыйымдылық сұрап жатыр, иә? Сыйымдылық тауып ал. Сыйымдылық дегеніміз энергия бөлінген М дельта Т. Сыйымдылық температура өзгерісімен қандай? Кері пропорционал. Бірдей энергияны алып ал мына жерден. Бірдей энергия үш жағдайға да байланысты. Бірдей энергияны берейік какой-то бір 20 джоуль деген, иә? Сонда екінші дененің температурасы чуть-чуть артады. Үшіншінікі чуть-чуть артады. А бірдікі өте көп мәнге дейін артады. Кімнің температурасының өзгерісі максимальный, соның меншікті жылу сыйымдылығы минимальный болады. Температурасы кімде ең көп мәнге дейін артты? Бірдікі ғой. Сонда мынау бірдің С-сы минимум болады. Мынаның С-сы минимум болады. С1 бәрінен кішкентай болу керек. С1 С2-ден кішкентай ма? Иә. Ары қарай С1 С2-ден үлкен жоқ. С1 С3-ден кішкентай ма? Иә. С1 С2-ден үлкен жоқ. С1 С3-ден үлкен жоқ. С1 үлкен жоқ. Болды. Пока осылай. Енді 3 пен 2-ні салыстырайық. 3-тің температурасы 2-нің температурасына қарағанда көбірек болғандықтан 3-тің С-сы 2-нің С-сынан қандай болады? Егер оның температурасы көбірек болса, С-сы азырақ болады. Сонда С3 С2-ден аз болу керек. С2 С3-ден көп. Мына біздің жағдай ғой. С2 С3-ден көп. Б жауабы келеді. Болды ғой онда. Мұнда С3 С2-ден үлкен болып тұр, бұл дұрыс емес. Сонда А, Б, Д екен дұрыс жауап. Түсіндер ма? Бесіне ма сонда өлеңдерді? Ешкім қосылмай жатыр ғой. Неважно. 30 импульсы 1, 33, оның минус 27 дәрежесіндегі килограмм метр секунд импульсы бар. Фотонның энергиясы қандай? Етен МС квадратқа доласақ па? Бірінші импульс дегеніміз не? Что такое импульс? Фотонның импульсы дегеніміз не? Фотонның импульсы дегеніміз фотонның энергиясы бөлу жарық жылдамдығына. Фотонның импульсы дегеніміз фотонның энергиясы бөлу жылдамдығы. Де, энергияны жылдамдыққа бөлу керек қой. Сонда мынадан энергияны табасың енді осы жерден. Энергиясы тең болады, импульсы көбейту жылдамдық. Сонда Е энергиясы тең болады, импульсының орнына 1,33 көбейту 10-ның минус 27 дәрежесі килограмм метр секунд сүйжесі нормально. Жылдамдықтың орнына 3 көбейту 10-ның 8 дәрежесі, сонда энергиясы тең болады. 1,33-ті 3-ке көбейтейік. 3 9, 3 9, 3 1 3-те 99 көбейту 10-ның 8-ден 27-ні азайтса қанша? Минус 19 дәрежесіндегі джоуль. Іздейік. 4 қой жуық шамамен, иә? Де, мен дұрыс көбейтпедім ба? Немене болып кетті? Басым істемей жатыр, кешіріңдер. 1,33 көбейтілген 3. 3,99 нормально ғой? 4. Қайда 4 көбейту 10-ның минус 19 дәрежесі? Бар екен ғой, қап көрмей қалдым. Ладно, келесі. Мынау не? Электрон вольт. Электрон вольтқа айналдырайық. Джоульдан электрон вольтқа көшу үшін не істеймін? Электронға бөлу жіберемін. 1,6 көбейту 10-ның минус 19 дәрежесіндегі джоульге. Сонда мен электрон вольтты аламын. Ендеше энергиясы тең. Мына жігітпен кетеді, мына жігітпен кетті. 4-ті бөлемін 1,6-ға. 2,5 шығар екен. 2,5 электровольт. 2,5 электровольт, 2,5 электровольт С болды. Дұрыс жауаптары С және Д екен. Түсінікті? Наконец-то. Мә, 18 адам, рахмет.
Просто рахмет. Мен осылай отырсаңдар талдауды көп түсіреміз ғой. Тікелей эфирге көбірек шығамыз ғой, осылай отырсаңдар. Неужели бірінші рет настроением күшті болып тұр трансляциядан кейін? Молодцы. Енді сендерге де бүгінгі сабақ қызықты, ұнады деген ойдамын. Қай сабақтан дұрыс дейсің ба? Вообще физикадан никогда бастамаңдар. ОБТ-ға кірген кезде, пробный жасаған кезде физикадан ешқашан, еш уақытта физикадан бастамаңдар. Нет, не надо. Керек емес, қадаласың. Бірінші сабақ. Сенің көзің бір нәрсені көру керек. Әріптерді көру керек, сандарды керек емес. Нагрузка жасама. Оқу сауаттылығы бірінші. Сен кішкене әріптерді көресің, оқисың. Екінші, әріптер и сандар болу керек. Әріп и сан. Есеп емес, әріп и сан. 304, 27, 14 дейтін сандарды көріп, сен миыңды дайындау керексің. Ол тарих сабағында бар. Екіншісі тарих болады. Үшіншісі, тарихтан кейін не істейсің? Кішкене логиканы қосу керек. Менде 2 алма, алмаста 3 алма, общий қанша алма бар бізде? 2 плюс 3, яғни 5 алма. Ол қай жерде бар? Мат сауаттылықта бар. Үшінші жасайсың мат сауаттылықты. Миың дайын болды кішкене. Төртінші, физика ма, математика ма? Уже машина қызып бара жатыр. И химия болса, химия химия, физика таңдауға бола ма? Я, онда химия. Химия таңдасаң химия. Егер математика таңдасаң математика болу керек. Физика ең соңғысы болады. Ең соңғысында сен уже табиғи заңдылықтарды, сен полный оталдың, миың жақсы жұмыс жасап жатыр. Және сен есептерді шығарып үйрендің уже жаңағы 4-ші қадамда. Сен уже есеп шығара аласың, қоса аласың, сандарды азайта аласың. Сенің миың уже күшті қызып тұрсың, сенің денең қызып тұр уже. И енді барып сен физикалық заңдылықтарды шеше аласың. 5-шісіне сен физиканы қалдырасың. Мысалы, сен күрес или боксқа барсаң, бірінші күні, бірінші моменттен тұрып алып, так, давай, Ғабдол, сен мына жерге тұр, Алмас, сен мына жерге тұр, кеттік, спарринг деп қоймайды ғой. Спаррингке сен шығасың 2 сағаттан кейін. 1,5 сағат бойы сен денені қыздырасың, жүгіресің, бұлшық еттерін қыздырасың, дайындаласың, шаршайсың. Содан кейін ғана барып сен спаррингке шығасың. Мұнда да тура солай, бірден физикадан бастасаң қиналасың. Енді үлгере алмай қалып жатырмыз деп жатыр ғой, я? Неге үлгере алмай қалып жатырсың сен? Кім айтты бағана үлгере алмай жатырмын деп? Үлгеруге болады. Себебі сен отырып алып оқу сауаттылығына қанша уақыт жұмсайсың? Бірінші тестті ашқан кезде қанша уақыт жұмсайын деп отырсыңдар? 20 минут? Ойбай, Ақбота, білем, мен сендерге мына нәрсені айтпағанмын ба? 4 минут бітті, жетеді. 4 минут оқыдың, білгеніңді белгілеп болды, керек емес. 4 минут, все, оқу сауаттылығы бітті, тарих. 5 минут. Нақты білетіндеріңді белгілеп бітті, керек емес. Ары қарай, мат сауаттылық. 15-20 минут. Білетіндеріңді белгілеп бітті, ары қарай, келесі химия и математика. 15 минут. Білетіндеріңді белгілеп болды, ары қарай физика. 20 минут или мынанда 20 минуттан. Білетіндерін белгіле, келесі, бітті. Одан кейін барып, қайтадан артқа қайтасында оқу сауаттылығын қайттан. 2 минут тарих, 2 минут мат сауаттылық, 5 минут и мынаны қайттан арттыра бересің. 3 рет айналу керексің сен. Түсіндер ма логиканы? Бірінші алып сен тек білетіндеріңді белгілеу керексің. Ойлануға болмайды. Сен оқыдың оқу сауаттылықты. 4-ақ минут білетіндеріңді белгіледің, келесі тарих. 100% білетіндеріңді белгіледің, білмейтіндеріңді тастап кет. Келесі дейсің да, өтіп кетесің. Алғашқы жаңағы 40-45 минутта. Одан кейін ғана барып, білмейтіндеріңді белгілеп отырасың. Оқу сауаттылығында мына тексттерге 2 сағат кетірудің уақыты жоқ, 15 минутты қай жерге апарайын деп жатырсың? 15 минут. 15 балл. 15 баллды қай жерге апарайын деп жатырсың? Тарих 15 балл, қай жерге, кімге апарасың? Мат сауаттылық 15 балл, кімге апарасың сен ол 15 баллыңды? Мына жерде жатыр ғой 45 балдарың.
Мыналарға көбірек уақыт кетіру керек. Мыналарды былай белгілей сал. Мына сөзімді Абылай ағай мен Дәурен аға естісе, Шәке, егер біздің қазіргі физик жастарымыз осылай деп айтып жатса, мен сонда білім министрлігінен неше түрлі жаңағы нелерімді алып, медальдарымды алып, жыл мұғалім атағын не үшін иеленіп жүр? Егер тарих пәнінің соңғы мәнін белгіле десе, Абылай ағай шығады. Ассалауму алейкум, Шах ағай, мына матсауаттылықты белгілей сал дегеніңіз дұрыс емес болды. Қалай ол сонда бізден жасыңыз кіші болып? Қалай сонда мен сабағым сонда 15 бала екен деп белгілеме деп айтасыз ба? Деп екеуі тұрып алып бұрышқа тақамасын мен. Жалпы логикасы шамамен осындай болады. Түсінікті? А сендер примерно не істейсіңдер? Ашып аласыңдар да оқу сауаттылығына 40 минут кетіресің, тарихқа 40 минут, мат сауаттылыққа 50 минут, математикаға 2 минут кетеді, физикаға 3 минут кетеді, уақыт бітеді да кеттің. Или наоборот, физикаға 1 сағат отырып 3 есебін шығарасың, математикада 1 сағат отырып максимум 4 есебін шығарасың, мына үшеуіне уақытың жетпей қалады. То есть барлығын қалай мен жасадым, тура солай жасасаңдар жақсырақ болады. Ағай білесіз ба, сразу дөңгелектейтін ручка бар екен ғой. Нұрай, ол ручкалар 2014-те бітірдім ба? Сестрам 2010-да бітірдім ба? 2009-да шығып қойған ғой. Сразу белгілейтін ручкалар. 2009-да, 2008-де даш. 90-шы жылғылар ұбыт тапсырған кезде болған сондайлар. Бірақ олар вроде кейде басады, кейде баспайды. Так, басқа тағы да қандай сұрақтарың бар? Так, басқа примерно сұрақтар жоқ па, я? Осылай оқи беріңдер, бағана айтқан нәрсемді ұмытпаңдар. Аз алып жаттатын болсаң, еш уайымдама, ақырындап ұпайыңды арттырасың. Короче, сендер мынаны ойласаңдаршы, қазір сендерге лайфхак айтам. Қазір ана неден максимальный балл қанша? Блин, қанша екенін де білмейсің ғой. 45 па физика, математика? Әрқайсысы 45-тен ғой, я? Екеуі, я? Енді физикадан 45-тің қазір мысалы біреуді алайықшы, біреу. Егор дейтін бала бар. Егор дейтін бала физикадан 45-тің 40-ын жинады. Математикадан 45-тің 40-ын жинады. Егор қазір қандай? Егор қазір крутой. Ол сендерді менсінбейді. Ол уже тигр по-своему. Ол уже оқымайды. Ол не ашады? Ол тикток ашады. Қыздарға лайк баса бастайды. Ол инстаграмда ашады. Қыздарға лайк баса бастайды. Ол ютубқа кіреді. PUBG-дің стримдарын қарай бастайды. Ол ютубтағы мини-сериалдарды көре бастайды. Мен өйткені силамын дейді. ұбт-ға келген кезде ол 40-тың 15-ін алады, мынаның 15-ін алады. Ал кім қазір физикадан 20 жинады, математикадан 20 жинады, ол адамдар дайындалып, наурызда уже 33 алады. Одан кейінгісінде уже 40 алады. Нағыз ұбт наурызға келген кезде ол 45 жинайды. Өйткені ол по чуть-чуть ақырындап арттырып жатыр ұпайын. Күнделікті жұмыс жасау керек. Ал кім қазір физика, математикадан араларында 40 ұпай алып жүрген балалар бар болса, араларында сондай балалар бар болса, ақырындап оқи бер. Тура ақырындап. 40-тан сен ақырындап 42-ге дейін көтерілесің. 41-ден ары қарай 43-ге дейін көтерілесің. Ең бастысы 40-қа жеткеннен кейін не деп ойлайсыңдар? 40-ты ұстап қалу. 40-тан құлау өте жылдам, өте тез құлайды адамдар 40-тан. Түсіндер ма? Физикадан 0-ден 20-ға дейін көтеру спокойно, бір айдың ішінде спокойно көтересің. 20-дан 30-ға дейін көтеру кішкене қиындау болады. 30-дан 40-қа дейін көтеру одан да қиындау болады. А вот 40-тан 45-ке дейін көтеру, ол өте қиын. Хотя бы 40-ты ұстап қалып тұру керек. Сондықтан, кім қазір физика, математикадан жоғары жинап жүр, сендер наоборот көбірек оқу керексіңдер, чтобы осы балды ұстап қалу үшін. Түсінікті логика қандай болу керек екенін?
Қайталамасаң, есеп шығармасаң, дайындалмасаң, сен ақырындап түсе бересің. Хотя бы ұстап қалу үшін осы ұпайыңды сен күнделікті оқи беруің керек. Жаймен, ақырындап. Маленькими шагами. Кіші қадамдармен. Мен сразу алып бір айдың ішінде 45 алам деп сразу тауды қопарам деген настрой жақсы, но кейбір балалар оған жетпей қалады да сразу беттері қайтып кетеді. Жоқ, кіші қадамдар жасай бер, болды. Ендеше қыздар, жігіттер, сендерге бүгінгі сабақты белсенділік танытқандарың үшін рахмет. Тағы да қайталап айтамын. Инстаграм әлеуметтік желіде ОБТ Академиясы физика, ТикТокта ОБТ Академиясы физика, ВКонтактеда ОБТ Академиясы. Біздің келесі ОБТ-ға дайындық курсымыз 25 қаңтар басталады. Курс жайлы ақпаратты осы парақшалардың біреуіне жазып сұрай аласыздар. Ендеше бүгінгі сабақ сіздерге қызықты әрі пайдалы болды деген ойдамын. Сториске саласыздар деген ойдамын. Блин, пожалуйста, салыңдаршы. Матсауаттылық Абылай ағай миллиард сторис салып тастады ғой. Дәурен ағай миллиард сторис салып тастады уже. Ағылшын миллиард сторис салып тастады. Қалып баратырмын мен аны Шағайдан. Давайте қолдап жіберейік. Олар сосын мазақтайды мені. Ладно, Дәурен ағай ештеңе демейді ғой. Абылай ағай мен Қуаныш ағай сосын мені мазақтайды. О, Шаға деп. Лузер деп. Мен білмеймін, біз үшеуміз бір-бірімізбен көп жарысамыз. Абылай ағай мен Қуаныш ағай үшеуміз бір-бірімен постоянно жарысып жүреміз барлық жерден. Соңғы кезде мен қалып баратырмын. Қолдап жіберейік. Все, ендеше бүгінгі мастер-класс сіздерге қызықты әрі пайдалы болды деген ойдам. Қайталау видеосы болады. Телеграмға Абылай ағайларың салады. Ендеше мен бүгінгі мастер-классқа дайындаған материалдар легім осымен тәмам. Келесі сабақта амандықта жүздескенше сау болыңыздар. Пока. Бай-бай.